Қалайсыздар достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен веб-монеден 100 вмз-ға заявка дайындайтын боламыз. Біз алдыңғы сияқты пополнить басып кіре алмаймыз. Ол жақтан доступ жоқ. Сол үшін чаты деген жерге кіресіздер. Exchange сервис дегенді басасыздар. Осы жерде сіздерге осындай сообщение келген болу керек. Осы жерде Exchange Money-дің мен Қазақстанда тұрам. Сол үшін осындай болып келген. KZ деп басталады. Соның үстінен басасыздар. Кейін кіреді. Мен заявка дайындаймын. Сол үшін бірінші 100 вмз-ға заявка дайындап 4 заявка дайындаймын әртүрлі қылып. Сіздерде сондай қылып дайындап қойсаңыздар болады. Ол үшін біз осы жерде 3 сызық бар. Соны басасыздар. Кейін карта дегенді таңдайсыздар. Себебі біз картамен жұмыс істейміз. Ол дегеніміз Каспий Голд'ымыз. Вмз-ны таңдайсыздар. Бұл жерде біз Қазақстанда тұратын болғандықтан Қазақстан теңгесін таңдаймын. Кейін осы купить на своих условиях дегенді басасыздар. Осы жерде біз вмз сатып алуға заявка дайындаймыз. Бұл жерде многоразовая сделка деген бар. Кейін одноразовая дегеніміз. Многоразовая дегеніміз мысалы сіздердің вмз-ны максимальный, кейін минимальный мен алатын боласыздар. Мысалы 5 вмз-дан 100 вмз-ға дейін сатып алуға заявка дайындаймыз. Одноразовая дегеніміз ол 5 вмз-ның өзіне ғана, немесе 30 вмз, 100 вмз дайындасаңыздар болады. Мен қазір одноразовая заявка дайындайтын болам. Қазір көп адам многоразоваяны дайындап жатыр. Себебі 5 вмз-дан 100 вмз-ға дейін жасап жатыр. Қалаған адам ала береді, қалаған суммаға. Сол үшін мен плавающий курс таңдаймын. Себебі ставканы өзім қоям. Бұл ставканы қалағандай қойсаңыздар болады. Мен қазір -12 деп қоям. Кейін көреміз. Заявкалардың алдында қаншашы орында тұрғаны көресіздер. Біріншісінде тұру керек. Сонда контрагент тез табылады. Сатасыздар басқа адамға. Мен 100 вмз-ға дайындаймын. Өз шығарып береді, қанша ақша болатынын. Өздеріңіз вмз-ны жазасыздар, 100 деп жаздым. Өзінің ақшасын шығарып береді. Енді сіздер өздеріңіздің банкыңызды жазасыздар. Қандай банк? Соны жазасыздар. Мысалы менде сіздер қандай банкпен жұмыс істейсіздер? Мен Каспий банк, сол үшін Каспий деп жазамын. Қалсаңыздар екі банкты де жазсаңыздар болады. Опубликовать дейсіздер. Кейін астына түсесіздер. Вернуться к списку дейсіздер. Карты деп. Менің заявкам шықты. Міне дайындалған. Енді бұны карта деген жерге кіреміз. Менікі продажа деген жерде тұр. Ең біріншісінде. Себебі ең арзаны менікі екен. Сол үшін біріншісінде тұр. -17 екен. Міне уже контрагент табылды маған. Мысалы қайттан жазатын болса, шықпайды. Себебі уже сатып алып қойылды. Енді мен слишком арзан істеппін. Енді біз оны көріп аласыздар. Осы жерін бірінші көріп алыңыздар. Мен көрместен істедім. Сіздерде сондай ошибка болмасын. Енді мен ол заявканы ішіне кірем. Енді слишком арзан болғандықтан мен ол адамға сатпаймын. Сіздерде де осындай болуы мүмкін. Ссылкамен кірмейді. Сіздер бұл ссылкалар келеді, бірақ кіре алмайсыздар. Сіздерде де осындай болса, чаты деген жерге кіресіздер. Exchange сервис дегенде. Осы ссылкамен кіреміз. Басқа жермен кіре алмайсыздар.
Еңіздер болады. Міне приложение деген жері бар. Ол личный кабинеттің ішінде мои заявка дейді. Сделки дегеннің ішіне кіресіздер. Егер таппай жүрген болсаңыздар, осындай кіресіздер. Міне осының ішіне кіреміз. Міне контрагент. Енді аннулировать сделку дейсіздер. Себебі мен арзан істеп қойғам. Сол үшін сіздерде сондай ситуация болса, солай өшіріп тастасаңыздар болады. Другие причины. Деп аннулировать етесіздер. Сол кезде сіздер арзан сатпайсыздар. Заявка отменена дейді. Енді сіздер ондай ошибка болмау үшін мен көрсетіп беріп жатырмын. Сіздерде сондай болуы мүмкін. Енді біз заявка дайындаймыз. Енді көріп алып кейін дайындайтын боламыз. Енді мен 100 бұмызға дайындайтын болғандықтан 100 деп жазам. Енді көріп алам. Не? Минус 17-те 61 екен. Мен мысалы минус 17-те 60 десем болады. Сол кезде слишком арзан болмайды. Бізге ұтымды болады. Мұндай сделка. Сол үшін минус 17-де 60. Купить на своих условиях дейсіздер. Одноразовая деп жазам мен. 100 бұмызы. Плавающий курс. Ставканы минус 17-де 60 деп жазам. Мен өз ақшасын шығарды. Мен сонда 100 бұмызыны 39.502-де 56-ға сатып алам дегенім. Енді банкты жазбаппыз. Мысалы. Банкты жазбаппыз. Енді көреміз қандай деп шыққанын. Енді продажа деген жерінен көресіздер. Мен 100 деп тұр. Мысалы менің де арзаны бар екен. Міне біздің заявкамыз екіншісіне түсті. Енді біз 100 деп жазамыз. Іздегенде 100 бұмызымыз бар. Енді біріншісіне шығып тұр. Сіздер де осындай жасасаңыздар болады. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Мен жасаған ошибкаларды сіздер жасамаңыздар. Сол үшін мен көрсеттім.